Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз ықтималдықтың классикалық анықтамасы статистикалық ықтималдық тақырыбының Б деңгейлі есептен қарастыратын боламыз. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші берілген есеп 31-де 6-шы есеп. Екі ойын сүйегі лақтырылды. Түскен сандардың көбейтіндісінің мәні 5 санына тең болудың ықтималдығын табу қажет. Бұл жерде біздің ескеретін жайымыз ойын сүйегі ол бізде 1-ден 6-ға дейінгі сандардан тұрады. Бұл жерде сонда бізде 5 сан алу үшін 1 мен 5-тің көбейтіндісін ғана ала аламыз. Сонда екі ойын сүйегі бір мезетте лақтырылғаннан кейін біз арасында және сөзін қолданамыз. Бірақ бұл жерде бізде 1 мен 5, 5 пен 1 деген екі жағдайды қарастыруымыз керек. Сонда яғни 5 және 1 санның түсуі немесе 1 және 5 сандардың көбейтісінен тұратын ықтималдығын табуымыз қажет. Яғни енді бұны біз осыған дейінгі қарастырған бойынша формулаға салсақ, яғни П тең 6-тан 1 көбейтілген 6-тан 1 дегеніміз 5 санның түсуі көбейтілген 1 санның түсуі немесе 1 санның түсуі және 5 санның түсуі деген ықтималдықтан тұрады. Яғни осы өрнекте шешетін болсақ, 36-тан 2-ге тең, ол бізде қысқаратын болса 18-ден 1-ге тең. Яғни түскен сандардың көбейтіндісі мәні 5 санына тең болу ықтималдығы 18-ден 1-ге тең екенін көреміз. Бізде 31-де 7-ші есеп, бірінші жағдайы 1 тең 2 рет лақтырылды. Ең болмаса 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табу қажет екен. Екінші жағдайында 3 тең лақтырылды, 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табу қажет. Ең бірінші есепті қарастырайық. Яғни ең бірінші жағдайда 1 тең 2 рет лақтырылды, бірақ бізге 1 рет елтаңба түсу ықтималдығын табу қажет. Бұл жерде біз мынандай жағдаяттарды қарастырамыз. Яғни елтаңба сан 2 рет 2 тең 1-дей лақтырылып тұрғаннан кейін 2 рет қарастырамыз. Яғни елтаңба сан немесе сан елтаңба немесе елтаңба деген түрлерін қарастырамыз. Яғни енді бұл және өткен есеп сияқты феннің ықтималдығы сан жағымен түссе де, елтаңба жағымен түссе де ықтималдығы 2-ден 1-ге тең. Енді осыны біз формула бойынша барлығын жазып шығатын болсақ, П тең 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 ол бізде елтаңба және сан. Келесі немесе сан елтаңба дәл солай қосылған елтаңба. Яғни осыны есептейтін болсақ, бөлімінде 4 шығады, ал әрқайсында қосылған 1 болғаннан кейін, яғни 4-тен 3-ке тең екен. Сонда бізде ең болмағанда 1 рет елтаңба түсуінің ықтималдығы 4-тен 3-ке тең екен. Келесі бізде екінші есебін қарастырайық, яғни 3 тиын лақтырылды дейді. 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығын табу қажет. Бұл жерде бізде 3 тиын лақтырылды, бір уақытта лақтырылды. Сонда біз және деген сөздермен қарастыратын боламыз. Яғни екінші шартта мынандай жағдаяттар пайда болады. Яғни сан елтаңба, себебі бізде 2 рет елтаңба түсу керек. Немесе елтаңба сан елтаңба, немесе елтаңба сан. Бұл жерде біз неге елтаңба деген үшеуі бір уақытта түсетінді қарастырмаймыз десе, себебі бізде 2 рет қана елтаңба түсуінің ықтималдығын табуымыз керек дейді. Сонда бізде 3 тиын лақтырылғаннан кейін олардың ықтималдығы 2-ден 1 болады. Яғни сонда біз бұны формуламен жазатын болсақ, П тең 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 ол бізде сан елтаңба қосылған ол бізде немесе 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1 елтаңба сан елтаңба немесе елтаңба сан деген жағдаяттарды береді. Ол бізде тең 8-ден 3-ке. Яғни 3 тиын лақтырылған кезде 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығы бізде 8-ден 3-ке тең екен. Келесі 31-де 8-ші есеп, емтихан 1-ден 25-ке дейінгі нөмірленген билеттер дайындалған дейді. Бір оқушының кездейсоқ алынған билеттің нөмірі бірінші жағдайы 1 таңбалы сан, екінші жағдайы 2 таңбалы сан болу ықтималдығын табу қажет. Бізде 1 таңбалы сан, ол бізде 9 сан. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ол бізде 1 таңбалы сан болып табылады. Сонда бізде 1 таңбалы сан 9, ал бізде ең бірінші шартта ықтималдығын. Яғни керек жағдайымыз бізде 9, ал барлық жағдайымыз бізде 25. Сонда бізде ықтималдығы П тең 25-тен 9 болады екен. Яғни 1 таңбалы сан болуының ықтималдығы 25-тен 9 екен. Келесі 2 таңбалы сан болуының ықтималдығын табуымыз керек. 2 таңбалы сан 25-тен 9-ды азайтып тастасақ 16 сан. Қалған 16 сан, яғни 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 сан, 25-ке дейінгі сан.
16 сан бар екен. Яғни керек жағдайымыз бізде 16. Барлық жағдайымыз сол қалпынша 25 болады. Яғни P тең 25-тен 16-ны береді екен. Бұл бізде екі таңбалы сан болуының ықтималдығы. Келесі бізде 31-де 9-шы есеп, кездейсоқ екі таңбалы сан таңдап алынды. Төмендегі оқиғалардың ықтималдықтарын табуымыз қажет. Ең бірінші бізде алынған сан 0-мен аяқталады. Кездейсоқ екі таңбалы дегеніміз бізде 10-нан 99-ға дейінгі сандар, иә. Енді бұл жерде екі таңбалы ең бірінші барлық жағдайымызды анықтап алсақ, екі таңбалы сандар бізде 99 азайтылған 10 қосылған 1, ол бізде 90. Яғни жалпы екі таңбалы сандардың жиыны 90-ға тең. Келесі 0-мен аяқталатын екі таңбалы сандар бізде 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Яғни бізде барлық жағдайымыз 90-ға тең, ал керек жағдайымыз 9-ға тең. Сонда бізде формулаға салатын болсақ, P тең 90-нан 9, оны біз қысқартып жібереміз. Ол бізде 10-нан 1-ге тең. Ондық бөлшекпен жазатын болсақ, 0,10-нан 1-ге тең екен. Екінші шартты қарастырайық. Алынған сан бірдей цифрлардан құралған дейді. Яғни жәнегі екі таңбалы сан бізде 90 болып табылады. Барлық жағдайымыз 90. Цифрлары бірдей бізде 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Ол да бізде керек жағдайымыз санап көрсеңдер 9 сан. Сонда біз формаға салатын болсақ, P тең 90-нан 9, ол бізде қысқарады 10-нан 1, ондық бөлшекпен жазамыз 0,10-нан 1-ге тең екен. Яғни кездейсоқ екі таңбалы сан таңдап алынған кезде сандар бірдей цифрлардан құралған болатын болса, ол бізде ықтималдығы 0,10-нан 1-ге тең екен. Келесі бізде үшінші жағдайы, алынған сан 27-ден артық 46-дан кем болу керек. Сонда бұл жерде екі таңбалы сандар бізде жиыны 90, ал аралықта есептеп шығаратын болса 46 алынған 27 азайтылған 1, онда бізде 18 сан бар. Яғни бұл аралықта жатқан 27-ден артық 46-дан кем болатын 18 сан бар екен. Яғни бізге керек жағдайымызда шықты 18 сан. Яғни барлық жағдайымыз 90. Енді бұны формулаға салатын болсақ, P тең 90-нан 18, ол тең бізде 10-нан 2-ге. Оны біз ондық бөлшекпен жазатын болсақ, 0,10-нан 2-ге тең екен. Келесі төртінші жағдайымыз, алынған сан бүтін санның квадраты болуы қажет. Екі таңбалы сан бізде кәдімгі өзгермейді 90 сан, ал бүтін санның квадраты болатын сандар, яғни 4-тің квадраты, ол бізде 16-ға тең. Неге біз 3-ті ала алмаймыз? Себебі 3-тің квадраты бізге 9-ға тең, ол бізде екі таңбалы санға кірмейді. Неге 9-бен шектелеміз? Себебі 10-да алып қойсақ, оның квадраты бізге 100, ол бізде 3 таңбалы сан болады. Яғни байқап тұрғандарыңдай бізде бүтін санның квадраты болатын 6 сан бар екен. Енді бұның біз керек жағдайымыз, сонда бізде 6 санға тең, ал екі таңбалы санымыз бізде 90. Сонда біз формулаға салатын болсақ, P тең 90-нан 6, ол бізде 15-тен 1-ге тең екен. Келесі 31-де 10-шы есеп, төменде берілген оқиғалардың орындалу жиектерін табу қажет. Бірінші, сатып алынған 5 лотереялық билеттің біреуі 30 билеті болып табылады. Бұл жерде біз сатып алынған барлық жағдайымыз бізде 5-ке тең, билеттің біреуі 30 билеті болу керек. Яғни керек жағдайымыз 1-ге тең. Сонда біз оның ықтималдығын P 5-тен 1-ге тең деп жазамыз. Себебі бізде барлық жағдайымыз 5, ал керек жағдайымыз 1-ге тең. Келесі екінші есеп, сатып алынған 100 лотереялық билеттің 4-еуі 30 билеті болып табылады дейді. Бұл жерде барлық жағдайымыз бізде 100-ге тең, ал бірақ бізге 100 лотереялық билеттің 4-еуі 30 билеті болу керек. Сондықтан біз оның 4-еуін ғана аламыз. Сонда бізде керек жағдайымыз 4-ке, ал барлық жағдайымыз 100-ге тең. Сонда екінші шартты былай жазамыз. P тең 100-ден 4, ол бізде 0,100-ден 4 деп жаза аламыз. Келесі үшінші жағдайы, атылған 20 оқтың 6-ы нысанаға тиді. Осының жиілігін табуымыз керек. Яғни бұл бізде барлық жағдайымыз 20, ал керек жағдайымыз 6. Сонда біз бұны формула бойынша жазамыз. P тең 20-дан 6, бізде ол 10-нан 3-ке тең. Сонда атылған 20 оқтың 6-ы нысанаға тию жиілігі 10-нан 3-ке тең екен. Келесі 30 күннің ішінде 12 күн ашық болды. Яғни ашық күн болғанның жиілігін табуымыз керек екен. Бұл жерде де барлық жағдайымыз бізде 30-ға тең, ал керек жағдайымыз 12-ге тең. Яғни формуламен жазатын болсақ, P тең 30-дан 12, ол бізде 0,10-нан 4-ке тең екенін көреміз. Сонымен бүгінгі біздің B деңгейлі есептеріміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Есептер түсінікті болды деп ойлаймын. Қош сау болыңыздар.